Сақ қорғандары. Бұл қорған қазбалары Қазақстанды 5-6 ғасырларда мекен еткен ежелгі тайпалардың мәдениеті, өнері, діні жайлы құнды деректер береді. Мұндай қорғандар елімізде көп болғанмен, басты шоғырланған жері Есік өзенінің маңы болып табылады. Көп қорғандар өткен заманнан бері тоналған, алайда атақты алтын адам табылған Есік қорғаны аман қалған. Ол жерден алтын киімді сақ жауынгердің мүрдесінен бөлек 4000-ға жуық түрлі әшекейлі бұйымдар табылды. Бүгінде онда Есік мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайы бой көтерген. Сақ тайпасының көсемі табылған Есік қорымдарынан хабар беретін музей қазақ тарихының көне дәуірінің жәдігер заттарымен ерекшеленеді. Жетісу сақтарының дәстүрі, тұрмыс тіршілігі, сенімі, мәдениеті қазақ тарихының біртұтас бейнесін қалыптастырды. Атадан балаға жалғасқан көшпелі дәстүрдің бірден-бір иегері қазақтар екенін дәлелдей түсу арқылы ұрпақтар сабақтастығын дамытады. Ежелгі тайпалардың киелі ойларын бейнелейтін алтын адамның салтанат киіммен әрленген әшекейлер мен ескерткіштердегі басқа да артефактілер Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінен орын алған. Қазақстанның жалпы ұлттық қасиетті нысандары кітабынан.